Енді Қазақстанда әскерде жүрген жігіттерге несие берілмейді. Мәжіліс тиісті заңды қабылдап, Сенатқа жолдады. Отан алдындағы әскери борышын өтеп жүрген сарбаздарға кредит пен микрокредит беруге тыйым салынады. Бұған қоса, осы заңда алаяқтарға тосқауыл қоятын маңызды өзгеріс те бар. Дәлірек айтқанда, кепілсіз тұтынушылық несие рәсімдеген кезде өтініш 24 сағат қаралады. Ал өмірінде бірінші рет несие алып тұрған адам микроқаржы ұйымына немесе банкке міндетті түрде өзі баруы қажет. Сондай-ақ 21 жасқа толмаған және 55 жастан асқан азаматтарға кепілсіз тұтынушылық несие егов порталы арқылы рәсімделген келісімнен кейін ғана беріледі. Тағы бір жақсы жаңалық, әлеуметтік осал топқа жататын азаматтарға жеңілдік қарастырылған. Егер адамның қаржылық жағдайы нашарласа, ол 3 айға несие төлеуден босатылады және ай сайынғы төлемі кемінде 50%-ға азайтылады. Сонымен қатар, қазақстандықтар несиесін ішінара немесе мерзімінен бұрын өтесе, банкке ешқандай айыппұл өндіріп алмайды.